Бүгін Орал қаласындағы нөмірі 35-ші, 3-ші, 14-ші, 52-ші және 51-ші автобустар линияға шықпай қалды. Автобус жүргізушілері жұмысқа шығудан бас тартқан. Себебі автобус жүргізушілерінің зейнетақы қорына, медициналық сақтандыру секілді әлеуметтік төлемдері 7 айдан бері аударылмаған. Ай сайын жұмысшылардың жалақысынан ұсталып отырған қаржы тиісті жерлерге түспеген. Алый парус біздің мекемеге қарасты 35-ші маршрут, 3-ші маршрут, 14, 52, 51 деген маршруттар. Басты проблемамыз июнь айынан бергі пенсионный взнос бізге түскен жоқ. 7 айдың пенсионный медстраховкасы 30 күн ойларымызды әлі алған жоқ. Былтыр 30 күн ойларымызды әлі алған 2025 болды. Сосын ай сайынғы зарплаттың кешігуі, басқа компаниялар 10-дарын алса, біздер 10 мен 15 айында алып жүрдік. Кейбір айларда даже 70%-ын алып, келесі айда 30%-ын алып жүрген уақыттарда болды. Өзіміздің айтатын басшылардың несі, обещаниесі, күтіңдер, осы кезге дейін 8 ай күтіп кел деген шыдамды шегі бар. Шарықтау шегіне жетті. Медициналық сақтандыру, зейнетақы қорына түсетін қаржының уақытылы түспеуінің кесірінен жұмысшылар қажет кезде үй алатын ипотеканы да рәсімдей алмағанын айтады. Ал бас ауырып, балтыры сыздағандарды емханалар маңайына да жолатпайтын көрінеді. Себебі тиісті төлемдер төленбеген. Ауырып жатыр жігіттер, ауырып жатыр, скорый келеді, бір жеңіл жаңағыдай экстренный береді, болды. Ар жағында ештеңе көмек жоқ. Барсаң енді қазір бәрі медстраховка қарап тұр ғой, медстраховка төленбегесін сен ешжерде қарамайды, ешжерде. Қай поликлиника, өз поликлиникаң болсын, басқа поликлиника болсын, қарамайды. Мысалға, шындыққа қарай келсін. Үйдің мен очередіне тұрдым, мысалға, үйім очеред келгенде банкке барсақ, сізде 6 ай пенсионыңыз болмаған дейді. Біздер өкінішке орай алды да, очередім кетіп қалды енді. Осыдан қай уақытта келді ол очеред, белгісіз ғой. Үстіме артымыздағы адамдар кетіп жатыр ғой. Еще ол ертең салған күннің өзінде де ол орнына түсе ме, түскен күннің өзінде мен кредитный историям бұзылды ғой. Осы жүрген бүкіл водительдердің ешқайсысына кредит одобрить етпейді. Ешқандай банк. Бұрын ана кредитті, мына кредит алып жабатын еді, қазір ол да бермейді өзі. Наразылық білдірген жұмысшылардың ортасына Орал қаласының әкімі Мұрат Байменов өзі келді. Жұмысшылармен кездескен қала әкімі осы уақытқа дейін төленбеген барлық төлемдер төленеді деп жұмысшыларға уәде берді. Компанияның басшылығымен шаһар басшысы, яғни Орал қаласының әкімі осы жерге келіп, бұл мәселелерді пысықтаған болатынбыз. Жалпы бүгінде жүргізушілерге барлық тиісті түсіндірілетін ақпараттың барлығы берілді. Осы жиналыстың шешіміне сәйкес жүргізушілер қазір өздерінің штаттық түрдегі жұмыстарына шығып, көлікте қызметін атқаратын болады. Субсидия көлемі толық түспеуіне байланысты кейбір осындай төлемдердің уақытылы түспеу нелері бар, кешігулері бар. Соған байланысты осы мәселе туындаған болатын. Осыны шешу ақпан айының басына қалған болады. Ақпан айының басына барлық төлемдер төленетін болады. Қаладағы жолаушылар тасымалымен айналысатын 6 мердігер компания бар. Күніне қала көшелеріне 240-тан астам автобус шығады. Бұлардың бәрі де мемлекеттен субсидия алады. Енді әкімдік ақпан айының басына дейін барлық төлемдерді мердігер компанияға аударамыз деп уәде берді. Қала әкімінің уәдесінен кейін барлық автобустар линияға шығып кетті. Жанат Күшінбай, Батыр Жәмелов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.